Сәлем достар, сіздермен мен Мадина Дәулетбек қызы. Бүгін сіздерге логотерапия немесе өмірге құштарлық деген кітаптан үзінді оқып бергім келіп отыр. Біздің мән ұрпаққа тәуелді ме? Біреу артымда тігерге тұяқ қалса, өлмегеннің белгісі сол болар деп пайымдайды. Ел арасында адам ұрпағымен мың жасайды деген тәмсілде бар. Осыған қарап, өмірдің мәні тек ұрпақ қалдыру деп айта аламыз ба? Мысалы, Мұхаммед пайғамбардың белінен ұл бала қалмаған. Осыған қарап, пайғамбардың өмірі мәнсіз болды деп айтсақ дұрыс болар ма еді? Сияр Шәріп кітабынан мына бір сюжетті алайық. Дұшпандары Мұхаммед пайғамбарды артыңда ізбасары жоқ қубас деп кемсітетін. Бір күні бір табалаушы пайғамбар болғаныңды қайтейін, артыңда атыңды ұлықтайтын ұрпақ жоқ, жүрген бір қубассың деп айтып салады. Бұл сөз оның жүрегіне қанжардай қадалады. Үйіне келіп үнсіз отырып жылайды. Осыншама ұлық Құдайдың өзіне бір ұлды қимағанына қамығып жатып қалады. Сонда Тәңірден әуез келіп: «Ей Мұхаммед, қубас дегенге қорланба, сенде ұрпақ болмайды, сенде үмбет болады. Мен саған өмірі сарқылмайтын рухани ілімнің қайнар бұлағын нәсіп етемін. Ол бұлақтан сусындаған жанның бәрі сенің үмбетіңе айналады. Олар қиямет қайымға шейін сені дұғасынан тастамайды. Әлемнің төрткүл бұрышынан жолданатын салауаттар бір сәтке де тоқтамайды. Сені ата-анасынан да артық жақсы көрмегендер Кәусар бұлағынан қанып іше алмайды. Қубас деп кемсіткендердің тұқымы тұздай құриды» деп жұбатады. Ұлдан ұрпақ қалдыру өмірдің мәні болса, пайғамбардан ұл қалу керек еді. Бірақ Тәңірісі оны қаламады. Бұл жерде үмбет дегенді мәнді мағыналы өмір кешуші жұрттың легі деп білеміз. Тәңірісі оған «Мен саған өнегелі өмірге талпынатын тұлғалар тізбегін беремін» дегенді меңзеді деп түсінеміз. Сонда өмірдің мәні ұрпақ қалдыру емес, өнегелі өмірдің өрнегін қалдыру болып шығады. Бұл ойды тереңдете түссек, Абай атамыздың 10-шы қара сөзіне барып тірелеміз. Онда былай делінген: «Біреулер Құдайдан бала тілейді, баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын, артымнан Құран оқысын, қартайғанда асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын деу не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік, не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың?» Өмірдің мәні бала деген кісілерге тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, Мәншүк пен Әлиядан ұрпақ қалмаған. Олар екінші дүниежүзілік соғыста қыршын кетті. Бірақ екеуінің ерлігі ел есінде мәңгі сақталып қалды. Енді Әлия мен Мәншүктің өмірінде мән жоқ. Олар өмірге босқа келіп босқа кетті. Артында ұрпағы не дұғагөйі жоқ деп айта аласыз ба? Жоқ, олай дей алмайсыз. Себебі олар үшін өмірде мән болды. Әкелері халық жауы деген жаламен атылып кетті. Соларды ақтап аламын деп соғысқа сұранды. Мәншүктің әкесін Совет өкіметі халық жауы деп ұстап әкеткенде, қызы оның өлі не тірісін білмеген. Міне достар, бүгін сіздерге өмірдің мәні деген тақырыпта қысқаша шолу жасап өттік.
Ал сіз үшін өмірдің мәні не? Астына комментарийға жазып кетіңіз.